Қордай ауданында қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында түнгі рейдтік іс-шара өтті. Тәртіп сақшылары жол қозғалысы ережелерінің сақталуын бақылап, құқық бұзушылықтың алдын алуға ерекше назар аударды. Рейд барысында полицейлер қордайлықтарға заң талаптарын сақтауды да ескертті. Іс-шараға 60-тан астам полиция қызметкері жұмылдырылды. Тексеру қорытындысы қандай? Заң мен тәртіп қағидатын нығайту мақсатында өткен іс-шарада тәртіп сақшылары есепте тұрған азаматтарды тексеріп, жолдағы қауіпсіздік талаптарының сақталуына ерекше назар аударды. Сонымен қатар қоғамдық тамақтану орындары да бақылауға алынып, кәмелетке толмағандардың болуын анықтау бағытында жұмыстар жүргізілді. Тәртіп сақшылары тек бақылаумен шектелмей, тұрғындармен ашық түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, заңды сақтау ортақ қауіпсіздік кепіл екенін еске салды. Ең басты мақсат қылмысты жібермеу, қылмыстың алдын алу, профилактикалық іс-шаралар жасау. Бүгінгі іс-шараның уақыты түнгі 2-ге дейін жұмыс атқарамыз. Суткалап жұмыс жасайсыз, бір тәулік. Іс-шараға көші-қон қызметі мен ішкі істер бөлімінің мамандары жұмылдырылып, айыппұлдары бар тұрғындар тұрғылықты мекен-жайлары бойынша тексерілді. Сонымен қатар Жамбыл облыстық полиция департаментінің қолдауымен аудан аумағында қосымша 5 патрульдік экипаж жұмысқа тартылды. Сонымен қатар Қордай ауданы аумағында орналасқан ойын-сауық орындары, кафе, барлар тексерілді. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 441-442 баптарымен тиісті хаттама толтырылды. Сонымен қатар 200 бабымен хаттама толтырылып, сотқа жолданды. Жалпы рейдтік іс-шараға 60-тан астам қызметкер мен 16 қызметтік автокөлік жұмылдырылды. Тексеру барысында бұрын сотталған және құқық бұзушылыққа бейім тұлғалар бақылауға алынды. Нәтижесінде қылмыстық деректер тіркелген жоқ. Дегенмен тәртіп сақшылары жол қозғалысы қауіпсіздігін сақтау әрбір азаматтың ортақ міндеті екенін еске салып, тұрғындарға сақтық шараларын қатаң ұстануға шақырды. Бекзат Әшірбай, Махаббат Құсайын, Нұрали Елеев, Қордай 24 Ньюс.